бұрын сендерге бағалау парақтарын өзгертіп беремін, аты жөндеріңді жаза беріңдер. Осы парақтарыңды тоққа бөлімдерге алып кетесіңдер, бере ма? Балалар, қазір біздің ұлттық қолөнеріміздің бір үлгісі сандықтан келіп парақшалар алайық. Келе қойыңдар. Парақшаларды аламыз бірге. Жақсы. Парақшаларымызды қарайық. Парақшада қандай түсті ою тұр, сол оюдың түсі бойынша топтарға топтасамыз. Тәуделерімізді алып кетеміз, айда. Балалар, қазір біз сабағымыздың тақырыбын ашу мақсатында мына жерде бір көріністі тыңдаймыз. Қайырлы күн, біз сыныбының оқушылары. Бүгінгі сабағымызда әдебиет жанрларының бір түрі, халықтың қиялынан туған, тарихи оқиғаларға негізделген көркем шығармалар туралы айтамыз. Аталмыш әдеби жанр қалай аталады? Аталмыш әдеби жанр қалай аталады деп сұрақ қойды сендерге. Кім жауап береді? Аңыз деп аталады. Жақсы, керемет. Дұрыс, аңыз әңгімелер. Балалар, сонымен біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аңыз әңгімелер. Соның ішінде біз Асан Қайғының жерге айтқан сыны туралы бірінші сабағымызды бастап өтеміз. Ендеше бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып қояйық дәптерімізге. Жақсы балалар, ендеше біздің сабағымыздың бүгінгі оқу мақсаты төмендегідей. Бірінші біз әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, екінші эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Осыған орай қандай сабақ мақсатын қоямыз? Кім айтқысы келеді? Қандай сабақ мақсатын қоямыз? Сабақ мақсаты оқытушы Айханым. Аңыз әдебиет туралы түсінік алу, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Өте жақсы. Осы мақсатты орындау жолында біз бүгін тапсырмалар орындаймыз. Балалар, оқулықтарының 54-ші бетін аша қойыңдар. 54-ші бетте бізге аңыз туралы мәлімет берілген. Қазір біз дискриптор бойынша мәтінді мәнеге оқиды, аңыз туралы түсінік алады. Жақсы. Мына топтан кім оқиды? Ал Дарина оқиды. Аңыз халық аңыз әдебиеттің жанры. Оқиғасы шындық өмір деп алынады. Аңыз әңгімелер тарихтар болған белгілі бір адамдардың атымен іс әрекетімен
байланысты болады. Оқиға желісі күнделікті өмірде кездесетін қарапайым сюжетке құрылған аңыз әңгімелерде ертегілердегідей әсіресе қиялдау көп кездесе береді. Жақсы. Енді бұл жерде мәнерлеп оқуға Дарина өзіңе ұпай қоясың. Оқи алдың ба мәнерлеп? Енді жалпы аңыз туралы түсінік алдық па балалар? Кім айтады кәне? Ернұр, айта қойшы, аңыз дегеніміз не екен? Аңыз дегеніміз не екен? Аңыз әңгімелер тарихта болған белгілі бір адамдардың атына іс-әрекетіне байланысты айтылады. Оқиға желісі күнделікті өмірде кездесетін қарапайым сюжетке құрылады. Балалар, міне, Даринаның оқығанынан қандай түсінік алдық аңыз туралы? Кім айтады? Ал, Айдар айта ғой. Жақсы, тағдырын толықтырады. Ал айта ғой айтқаның. Өмірдегі шыннан алынған нәрсе. Жақсы, ал Дарина толықтыра ғой. Қазақ әдебиетінде ол қазақ әдебиеттің бір түрі. Жақсы, керемет. Туған түсінік алдық қой? Жақсы. Ары қарай келесі тақырып. Ал бастайық. Енді балалар 55-ші бетке қарай оқулықтағы Асан Қайғы туралы мәліметті бірінші азық жолын оқып шығамыз. Расулдан бастайық. Ғасырдың 14-ші ғасырдың 14-ші ғасырдың аяғы 15-ші ғасырдың басында ғұмыр кешкен жақсы. Болды. Ары қарай оқиды. Мерали. Қазақтың данышпаны ақылкөл жырауы өз дәуірінің абазы бас биі. Жақсы. Ал оқиға ары қарай. Шоқан Уәлихановтың айтуы бойынша қазақ халқының болашағын ойлаған дала философы. Аян оқиға ары қарай. осындай ойшыл ел қамын жеп қайғы қасірет кешкен Асан атына кейін қайғы сөзі қосылып аңызға айналып кеткен. Жақсы. Раяна. Ол мемлекет қайраткері болған Әл-Жәнібек ханның ақылшысы. жақсы. Болды. Енді балалар Асан Қайғы туралы мәліметті оқиды. Асан Қайғы сөзін ассоциация құрады деді. Қазір міне Асан Қайғы сөзіне ассоциация құрамыз. Тақтаға келіп бірімізден жаза қоямыз. Асан Қайғыны мына мәліметтен қалай түсіндіңдер? Келе қояйын. Енді мына топтан тағы біреу келсін. Жаза беріңдер, қойсалар. Жақсы. Тағы да екінші кім жазады? Ал, Айдар жазады. Ал жаза ғой. Сендердің топтарынан кім жазады? Ернұр жазсын. Тағы да кім жазады? Ерали. Мына топтан Раяна шық. Раяна шыға алады. Жоқ, оны жазбаймыз. Асан Қайғы не жерде өзі? Не деп жазасың? Ол кісі
Жақсы. Отыра ғой. Балалар, міне, саяхатшы, философ, дала философы. Өте жақсы. Айханым керемет жазды, кеңесші, философ. Мына жерде ханның ақылшысы керемет. Кім жазды оны бізде? Дұрыс жазды. Философ, қателерімді қарадыңдар, осыған байланысты өздерінің ұпайларында қоя қойыңдар, бағалап қарадыңдар. Балалар, Асан Қайғы бабамыздың жерұйықты іздеуі қандай идеяның іске асуы деп ойлайсыңдар? Өз ойларын. Жерұйықты неге іздеді ол кісі? Ал айтады. Ол барлық жерді аралады, өз жеңістеріне жақсы орын алушы. Жақсы. Ал топтағы Дарина. Ол өзінің халқына жайланып болған жерді аралап шықты. Жақсы. Ендеше біз балалар, ол кісінің отаншылдық идеясын білеміз, отаншыл екенін білеміз. Асан Қайғының жерге айтқан сыны мәтінмен таныс боламыз. Бастай беремін. Балалар, уақыт 5 минут аяқталды. Осы мәтінді оқыған кезде шығарманың тақырыбын ашуымыз керек. Шығарманың басты тақырыбы не деп ойлайсыңдар? Кім айтады мына топтан? Айта ғой. Асан Қайғының жақсы жолы. Ал айта ғой. Асан Қайғы халыққа жайлы болатын жерді іздеуі. Жақсы, өте жақсы. Ал ендеше ары қарай шығарманың идеясын ашайық. Шығарманың идеясы не? Ал аңыз топ айтсын. Шығарманың идеясы қандай? Ал Айханым айта ғой. Асан Қайғының отаны сүйіспеншілігін жақсы көріп қалды. Жақсы, қандай жер жақсы деп ойлануы, идеясы сол оны жеткізу. Керемет. Енді шығармадан автор бейнесін анықтайды дейді. Шығармадан қандай бейне көріп тұрсыңдар сендер? Ал айта ғой. Халыққа бұл жерді Асан Қайғы өзінің халқына жерді аралап жерді іздеп жүрген. Асан Қайғы бабамыздың бейнесін көріп тұрмыз. Халқының қамын ойлаған екендігін. Және біз басында айттық, ол кісі не дедік? Өте жақсы, саяхатшы. Тағы да. Дала философы. Тағы да. Ханның кеңесшісі. Тағы да. Ақылшысы дұрыс ханның. Неге Асан деген атына Қайғы аты тіркелді деді? Қайғы деген ат, қайғы деген сөз жоқ. Жақсы нәрсе ме, жаман нәрсе ме? Дұрыс. Ендеше Қайғы деген ат неге тіркеледі? Жақсы, аңыз болды бұл. Ендеше бұл халқының қамын ойлап қайғырды. Қазақ елі жақсы жерде өмір сүрсін деді. Жақсы мал бағатын шырайлы жері болсын деді. Малы көп болса олар қалай өмір сүреді? Дұрыс. Тамағы көп бола ма? Олар киімі бүтін бола ма? Олар. Ендеше халқының қамын ойлаған автор бейнесін көріп тұрмыздар. Жақсы, керемет. Балалар, біз енді ары қарай осы оқылған мәтіндегі сөздермен жұмыс жасаймыз. Сөздік пен жұмыс.
қатыстыра отырып, сөз тіркестерін сөйлемге құрастырады, дәптерге жазады. Түсінікті ма балалар? Жақсы. Ендеше мен сендерге қазір бірнеше сөздерді оқимын. Сол сөздермен сөздік жұмысын жасаймыз. Жерұйық, желмая, аңсау, құт. Енді қазір бізге жерұйық сөзінің мағынасын аңыз тобы ақылдасып айтып берсін. Жерұйық деген сөзді қалай түсінесіңдер? Ақылдасыңдар. Асан қайғы тобы желмая деген сөздің мағынасын маған түсіндіріп айтып бересіңдер. Жақсы. Асан қайғы тобы дайын екен, айта қойыңдар. Түйенің бағалы тұқымының бірі. Отырады. Желмая дегеніміз түйенің бағалы тұқымының бірі. Дұрыс, жақсы. Ал мына топ дайын екен, айта қойыңдар. Жерұйық дегеніміз, ол мысалы бізде асан қайғы өз жерлестеріне жататын жер, мал жайлайтын жер іздеп жатыр. Сол жерұйық деп аталады. Керемет, жақсы балалар. Келесі сөз бізде аңсау. Аңсау деген сөзді аңыз тобы ақылдасады. Сендер құт деген сөзді ақылдасасыңдар. Уақыт шектеулі, ал қай топ дайын айта қойыңдар. Бар ма топты? Айтарынан басқа, ешкімден айта қояды. Аңсау дегеніміз ол іздеп табу. Жақсы. Ал сендерге құт. Құт дегеніміз ол не деген сөз? Құт келді дейді. Басына құт қонсын дейді. Дәмет, жақсы. Бұл тілекте айтылады. Керемет. Енді балалар, жерұйық дегенді өздерін түсіндіргенде, ол жайлы жер. Дұрыс. Желмая дегеніміз түйенің ерекше бір түрі. Асан қайғы бабамыз не мінген? Желмая мінген, түйе мінген. Түйе мініп қазақтың жерін аралаған. Енді балалар ойлаңдаршы, біз қазір бір жаққа бару үшін не мінеміз? Машина мінеміз, мотоцикл мінеміз, велосипед мінеміз. Түйе жылдам ба, машина жылдам ба? Машина жылдам, жақсы, керемет. Енді аңсау деген сөз ол армандау деген мағынаны білдіреді. Менің аңсауым, менің арманым деген сөз. Құт деген сөз ол бақыт. Халқына құт болсын деген, халқына бақыт болсын деген сөз. Керемет, жақсы. Сол сөйлемдерді құрастырып, дәптерге жаза қоямыз. Бір сөйлем жазамыз. Ал жаза қойыңдар. Жерұйық, желмая, және құт. Бір сөйлем ғана жазамыз балалар. Балалар, уақыт аяқталды. Қазір қай топтан қай оқушы өз сөйлемін оқиды? Ал, оқи ғой.
жүйелік жер іздеді. Жақсы. Яғни Асанқайғы жерлеріне саяхатқа бару, ол отан үшін жүйелік іздеуге бару. жақсы. Балалар, барлығымыз құрастырып болдық па? Дәптерге жаздық па? Енді осы бағалау парағына ұпайымызды қойып отырайық. Ескеректерге. Қойып отырыңдар балалар, жазыңдар ғой енді. Ойыннан даусын ауыстыру керек. Біз бүгін Қазақстанның көрікті жерлерінің бірі, Қазақстанның Швейцариясы атанған Көкшетау, Бурабай тауларының баурайында тұрмыз. Асанқайғы бабамыздың жеректі іздеп, елінің қамын ойлап, жайлы жер іздеген жер жаннаты осы Көкшетаудай болар сірә. Жүріңіздер, барлығымыз тауға қарай кеттік. Келесі тапсырма. Мен сендерге сұрақ қоямын. Сол сұраққа сендер жауап бересіңдер қазір. Жүріңіздер. Аныңызбен. Балалар, Асанқайғы бабамыздың Қазақстанның Байқап өлкесін аралаған кезде бізге таныс қандай өлкенің атаулары айтылды мәтінде? Кім айтады? Бізге таныс қандай өлке аталды? Біз атын білетін. Дұрыс, керемет. Сарыарқа, тағы қараймыз мәтінге. Өте жақсы айтты. Ертісті айтты. Өте жақсы. Баянауылды айтты. Біздің тұрып жатқан ертіс өңірі. Сосын Баянауылды айтқан, иә? Жақсы. Ал қазір екі топтан бір оқушы шығып, парақшадағы осы өңірлерді алсын. Кім шығады? Келе қойыңдар. Ала ғой. Сендерге қандай өңір келді? Баянауыл. Баянауыл өңірі келді. Сендерге ертіс өңірі келді. Енді осы өңірді балалар топпен ақылдасып 2 минут сипаттаймыз. Сипаттау деген сөз осы өңір қандай? Сол жерде сен болдың ба? Сол туралы шағын мәтін айтамыз. Айтамыз ақылдасып. Ал, уақыт кетті. Жиналғандар уақыт аяқталды балалар. Ал сіздерге Баянауыл өңірі туралы айта беріңдер. Баянауыл өте ерекше жер. Баянауылда көп таулар және де шетелден басқа адамдар келеді. Және де сулары салқын. Керемет. Тағы тоқтырасыңдар ма? Ал айта қояққан. Баянауыл өте ерекше жер. Анда көп таулар бар. Суы кішкене салқын болады. Бірақ жылы да болады, бірақ ыстық болмайды. Кім Баянауылда болды? Жақсы. Жарайды, жақсы. Алда барып көріңдер жазда. Ата-аналармен бірге Баянауылға көріңдер. Енді ертіс өңірі туралы айта
Ертістер жазда барлық қойылады. Ертіс ол өзен. Ертіс өте әдемі. Керемет, ал. Айта ғой. Ол Қытайдан бастап Қазақстанға дейін суы ағады. Өте жақсы. Бәлки асан қайғы сол жерде өтті. Біз қайда тұрамыз? Өңірінде тұрамыз. Барлығымыз ертіс бойында тұрамыз, е? Ол бізге қандай мекен балалар? Қатты жақсы мекен, е? Жақсы. Балалар, сонда біз өз ауылымыздан жерұйық жасауға бола ма екен? Ал, айта ғой, Айдар, не істейміз сол үшін? Сол үшін біз қоқысты далаға лақтырмаймыз, оларды контейнерға жинап лақтырамыз. Дұрыс, жақсы. Жасыл өнерді көбейтіп, қоқысты елімізді ластамау керекпіз. Содан кейін біз өзенді ластамау керекпіз, оны ұстамау керекпіз. Өте жақсы. Өзенді ластамау керекпіз. Өйткені жануарлар Жақсы, сендердің топтарың. Ал, айта ғой. Ағаштарды жандырмау керек, және қоқыстарды Өте жақсы. Жақсы. Жақсы, мұнан сіз шығып кетіңіз, е балалар? Бір-екі момент қалды, болды. Жауап қалмайды ғой. Жақсы. Жақсы. Не болды? Бұны істемейміз, балалар. Ал бастай. Қазір біз кішкене сергіп алайық. Мен сендерге 2 сұрақ дайындадым. Сол сұраққа жауап беріп, шаршауымызды бастаймыз қазір. Ал жақсы, ойлана ойындар. Тезірек қарайық. Жақсы, мына топ дайын екен. Ал, қолдай қой аяқ. Егер асан қайғы күніне 20 шақырым жүрсе, 6 күнде қанша шақырым жол жүреді? Ол 6 күнде 20 шақырым. Жақсы. Ал тыңдаймыз балалар. Асан қайғы желмаясымен күніне 20 шақырым жол жүрсе, 6 күнде 120 шақырым жол жүреді екен. Ендеше ол кісі 6 күннің ішінде ғана қайда жете алады? Павлодарға жете алады. Павлодарға жету үшін желмаясына 6 күн жүреді екен. Қызықты ма? Жақсы, ал сендердің сұрақтарың. Ал оқиды айтқаным. Егер сен жаңа жайлы ауылға көшсең, өзіңнен бірге не алар едің? 3 зат жаз. Біріншісі отбасы, екіншісі су, үшіншісі тамақ. Жақсы, керемет. Егер сен жаңа жайлы ауылға көшсең, өзіңмен бірге не алар едің? 3 затты жазды. Жанұя, онсыз да сенмен бірге көшеді айтамын. Зат жазамыз. Дұрыс. Заттың су болды, тамақ болды. Енді бір зат не аласыңдар? Киім. Дұрыс, киім алдық. Жақсы, керемет. Өте жақсы. Жақсы, енді ұпайларымызды қойып қояйық. Дисплектарға. Балалар, қазір біз осы бүгінгі сабақта алған білімімізді қорытындылау мақсатында тест орындайық. Тақтаға шығып жауап берулеріңе болады. Асанбай Желікті немен іздеді? Біраз келе ғой. Белгілеу ғой мұнан белгілеу. Дұрыс па? Дұрыс, жақсы. Ал, келе ғой. Асан қайғы қай ғасырда өмір сүрген? Қай ғасырда өмір сүрді? О, керемет. 19-шы ғасырдың аяғы мен 19-шы ғасырдың басы. Ал, Раяна келе ғой. Келесі. Асан қайғы артынан қайғы өмірдегі қосылу себебі? Дұрыс болмады, е? Ел қамын жеп қасиетті кешкендігіне байланысты болды.
жақсы, иә? Бізде кім шыққан жоқ, рас па? Аңыздан міне қаншаға бөлінеді? Дұрыс, 4-ке бөлінеді. Келесісі? Тағы біреу, ал аяшыға. Аса қайғы қорқыт жиренше шешен туралы аңыздар, аңыздан қай түрде жатады? Дұрыс, тарихи аңыздар, тарихта болған, иә? Келесі? Ал кім шыққан жоқ? Ал Дарина. Асан Қайып Сәбитұлы кім? Дұрыс. Ақын жырау Расул немесе қайраткері. Өте жақсы бала. Рахмет. Балалар, біз міне бағалау парағына өзіміздің ұпайымызды қойып шығайық. Енді ұпайларымызды санап толықтыра қояйық. 9 ұпай алдым. Жақсы, Айқаным, сен неше ұпай алдың? Мен 7 ұпай алдым. Неге? Ернұрдан аз алдың? Біріншісі сұрақтарға жауап берді, екіншісі аңыз туралы түсінік алады, Асан Қайғы студент ассоциация құрайды. Шығармадағы автор бейнесін анықтайды. Олар жауызын айтылған сөздерді тыңдайды, сол сөздерге қатысты бөліп сөз тіркесін сөйлемдер құрастырады, дәптерге жазады. Сұрақтарға жауап береді. Жақсы, сонымен 7 ұпай болды сенде. Меніңше, Айқаным 9 ұпай алу керек, ол белсене қатысып отырды, Ернұрдың 1-2 ұпай артықтау сияқты. Жақсы, мына топта кім өзін бағалайды? Ал, айта ғой. Неше ұпай алды? Мен 9 ұпай алдым. Қайсысынан қателік жібердің деп ойладың? 1 ұпайын жетпей қалған қайсысы? Асан Қайғы туралы мәлімет оқыды, Сан Қайғы сөзіне асыл. Жоқ, мәлімет оқыған кезде немене болды? Қателіктер жібердің. Жоқ, сен ана аңыз туралы мәліметті оқыған кезде қателіктер жібердің. Мәлімет оқыды, сонда болды. Жақсы, жарайды. Жақсы, рахмет балалар. Енді үйге тапсырма жазып алайық. Міне, үйге. Мен өз ауылымды қалай жер ұйыққа айналдыра аламын деген тақырыпқа жоспар құрасың. Қалай жер ұйыққа айналдырам деп. Сосын шағын жоба жұмысын жасайсыңдар. Оған сендерге 1 апта уақыт беріледі. Осы тақырып әлі сендерде жалғасын табады. Түсінікті ме? Бұл жерде бізде дескриптор берілген тақырып бойынша жоспар құрады, жоба жұмысын жасайды. Сұрақтарың бар ма? Жоқ. Міне, біз сабағымыздың соңына келдік, иә? Осы сабағымыздың басында қойған сабақ мақсатына жете алдық па, қалай ойлайсыңдар? Ал айта ғой, не істедік біз? Біз аңыз әңгімелер туралы түсінік алдық. Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтады. Эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтады. Келісесіңдер ма сендер? Жақсы, кім толықтырады тағы да толықтырыңдар ма? Болды па? Жақсы, ал айта ғой, толықтырасың. Шығарма туралы қалай жер айналып, қалай саяхаттағанын білдік. Өте жақсы. Ендеше балалар, сабағымыз осы тақырып бойынша келесі сабақта жалғасады.